Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Дәл осындай пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ұнымызға сары майымызды салып, дәл осындай үгілмелі қамыр жасаймыз. Жарты қасықта қопсытқыш араластырамыз. Қаймақ, жұмыртқамызды салып қамыр илейміз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, тындырып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Үш ас қасықта балды салып араластырамыз. Осылайша кесіп шығамыз. Егер де сіздерде осындай кескіш болмаса, пышақпенен үстін кесіп шықсаңыздар болады. Үстіне жұмыртқаны жағып, алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35-40 минутта пісіреміз.
күйінде бетіне бал жақсаңыздар да болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.